ауылдың баласымын өзім. Бала кезден ауылда армандап өскен. Май қызметкер боламын деп. Нағыз жігіттер істейтін мамандық деп ойлаймын өзім. Менің отбасымда атам, әкем, ағам әскери қызмет жасаған. Нұрсұлтан қаласына біз 2006 жылы көшіп келдік толық отбасымызбен. Нұрсұлтан қаласы енді дамып келе жатқан кездерде келдік. Ата-анам Нұрсұлтан қаласына бізді дамысын, алға қойған мақсаттарына жетсін, қаламен бірге дамысын, өз мақсаттарына жетсін деп алып келген. Павлодар қаласында ішкі әскер 66-79 бөлімінде өз борышымды өтеп келдім. 2014 жылдың 25 желтоқсанынан бастап Нұрсұлтан қаласының патрульдік полиция қызметінде жұмыс атқарамын. Жұмысымыз өте қызықты, әрі адамдармен қарым-қатынас жақсы, қоғамдық тәртіп сақтап, жол ережесінің сақталуын қамтамасыз етеміз. Елбасы жолдауында азаматтардың санасында полицейлер жазалаушы емес, керісінше қиын жағдайда көмек көрсетуші деген түсінік орнығуы керек делінген. Сондықтан біз бүгінде халықтың бізге деген сенім деңгейінің өсуі және өздерін қауіпсіз сезіну үшін күні-түні аянбай жұмыс жасаймыз. Біз тәртіп сақшылары Нұрсұлтан қаласының қонақтары мен тұрғындарының тыныштығын күзетеміз. Нұрсұлтан қаласы күннен күнге даму үстінде. Қала дамыған сайын қалада құқық бұзушылықтардың саны төмендеп келе жатқаны байқалады. Мен жұмыстан қайтар кезде өзім үйге барғанша ойланып барам, кімге көмектесе алдым, не істедім мен. Мемлекеттік қызметкер болғаннан кейін халыққа өзіңнің пайданың тиесін өткен дұрыс. Үйге келген соң кішкентай өзімнің мемлекетіме оралған сәт сол мен үшін бақытты шақ. Біз жұбайымыз екеуміз Нұрсұлтан қаласында елордада отбасын құрдық. Тұңғыш ұлым Айбар да елордада дүниеге келді. Мен үшін Нұрсұлтан қаласы жанға жайлы әрі құтты мекен.